Doğrudur. Ormandan öyle konuştu емес. Егер сен ешкімді қорқытпасаң, тыныштықты бұзбасаң, саған да ешкім тиіспейді. Міне, қарашы, құстар ән салып жатыр. Қане, қайда? Бүйтірмін. Міне, ағаштың бұтағын қарашы, осында қонып отыр. Жүр, жақынлар қарайықшы. Тыныш, әйтпесе шошытып аласың. Тыныш, мұнда біреулер келе жатқан сияқты. Қызым, кім болды екен? Оны қазір білеміз. Сәлеметсіз бе, қасқыр? Қайырлы таң деймін. Мен қоянмын, күндіз-түні оянмын. Сәлеметсіз бе, қоян? Сәлем, достарым. Сен әлі де әзбал жүрсің бе? Неге айтасқа? Бүгінге тамаша. Қарашы қандай тамаша күн. Өлең емес, сен жұмысқа кіріспейсің бе? Орман тазалықты жақсы көреді. Тазалықты қажет етеді. Тазалық дейсің бе? Біздің орман онсыз да таза. Сенбеп қояды, біз өз орманымызды жақсы көреміз, қамқорлық жасаймыз. Иә, және әсемдейміз. Әсемдейміз дейсің бе? Мен қандай әсемдеймін білетін сияқтымын. Сен ондай жерді қайдан көрдің? Осы маңда жүріңдер, көрсетемін. Сәлеметсіздермен. Бізден қорықпаңдар, біз сендерді ренжітпейміз. Біз орманға серуендеп жүрдік. Сендердің сөйлескенде әңгімелестік. Біз сендердің өте көмектескіміз келеді. Біз көмектерге әрдайым қуаныштымыз. Олай болса қосмасайық. Жарайды. Міне, мысалы, бұл кім өмірді шашып тастаған? Кеше ғана бұл жерде ештеңе болған жоқ. Мен білемін, бұл жерде туристер келіп демалған ғой. Алаңның бәрін шашып тастапты. Бөтеңкелер, қағаздар, шүберек, суықтар. Енді бұл жерде ештеңе өспейді ғой. Не істеуге болады? Шөп те, гүл де өспейді. Олай болса қоқыстарды жинастырайық. Біз бүгін өте тамаша еңбектенді. Иә, орманымыз одан да әсем керемет болды. Бірақ мен орманда тағы біреулер келіп шашып тастаймын деп қорқамын. Енді не істеуге болады? Мен білемін, ол жерге ағайды. Ертерді ортақтыру керек. Ей адамдар, күллі көде таралған, от сезіммен мейірім судан таралған, тіштік иесі жер анаға қарайдар. Жер құлпырсын, өссін, қайта қайнасын. Айдың көлге ақ қосып, бақта болып су қайрасын. Күндейген жер ана, аспаның ашық болсын, аспаныңды бұлт ұрмамасын. Туғайын